Беделбек келіншек әкеліпті деген тосын хабарды естіген Қарабатыр әулетінің үлкен кішісі жүрегі жарылардай қуанып, тайлы тұяғы қалмай дүрлігіп, екі кештің арасында абыр-сабыр болды да қалды. Олар үшін осы бір көптен күткен қуанышты хабардың әсте орны бөлек еді. Ордабыздар 30-ға дейін сүр бойдағы атанып, оқудың түбін түсіремін деп ілім қуған Беделбектің келіншек әкелуі аспандағы айды жерге түсірумен бірдей еді. Көңілдер шапқылап, көкіректер керілетін салғандай. Әсіресе Ормантай үшін ақ түйенің қарны жарылғанмен бірдей. Енді қайтсын, бүгінге 5 баласы, 5 ауыл болған Қарабатыр шалдың сүт кенжесі, өзінің құлын тайдай тебісіп өскен інісі, әрі әжептәуір лауазым иесі, физика ғылымының кандидаты Беделбек Қарабатыров үйленіп жатса, тақиясын аспанға атпай не қылады? Өскен-өнген осы бір әулеттің бетке ұстары Ормантай мен Беделбек. Ормантай білдей бір облыстық мекеменің жол жөндеу басқармасының білдей бас инженері. Інісі Беделбек облыстағы айтулы университеттің физика факультетінің тырдай деканы. Абырой да, бедел де жетеді бір басына. Ормантай інісі Беделбектен келіншегі зор азамат шығады деп үміттенетін. Інісі де сол үмітін ақтады. Оқудың түбін түсірді. Университеттің физика-математика факультетін қызыл дипломмен бітіріп, аспирантураға түсті. Оны ойдағыдай бітіріп, ғылым кандидаты атағын қорғады. Алғырлығымен ауызға ілігіп, қызмет сатысымен өрге қарай салды. Бір кезде өзі тәмамдаған университеттің физика факультетінің деканы болды. Оқу, одан қызмет деп жүріп, Ордабыздар 30-ға да келді. Бұл кезде тума-туыстарда да бас екеу болмай, мал екеу болмайтынын жиі-жиі ауыздарына ала бастаған. Ойды орып, қырды қырып жүрген Ормантай ағасы да інісі Беделбек үйленер болса, барлық той шығынын өз мойнымен көтеретінін айтып, жарияға жалыр салып жүрді. Енді сол уәдесін орындайтын кез келді. Мырзалығыңды көрсетіп қал, шаш, төк, көсіл. Ормантай шашылды. Ертең бет ашары, одан соң 30 күн ойы, 40 күн тойын өткізеді. Өлгенде бір көрген төбелес, аянып қалуға болмайды. Ішсін, жесін, өңшең шуылдақ, көрсін күншілдер. Қарабатыр әулетінің аста төк дастарханын айтпады деме. Дастарханға құстың сүтінен басқасының бәрін қояды бұл. Інісі үшін жаны пида. Той дегенде қу басы, құрғылардың да домалайтын әдет емес пе? Қуаныштан еш шыққан Ормантай ойға қырда шапқылап, құйрығы жер иіскемей кетті. Тойдың әсте де бір бітпей қойған шаруасымен шарадай басы шақшадай болып шауып жүріп, болашақ келіннің жүзінде көрмепті. Естігені арқаның аруы көрінеді. Қаға берісте әйелінен, болашақ келін қандай екен, көрдің бе өзің, деп сыр тартқан. Әншейінде біреуді мақтаудан гөрі даттауға дайын тұратын жадыра. Өзі үлбіреп тұрау, үлбіреп тұр. Өте ибалы келін екен. Тіл көзім тасқа, жарасып кетсе болар еді, деп мақтаған. Болашақ келін саған ұнаса болды да, деп Ормантай күлген. Қойшары, маған адам баласы ұнамайтындай сөйлегенің не қылғаның, деп жазира бұртиған. Өзің сұрадың, мен айттым, келінді көруге көз керек, айналайын, өз ай десе аузы, күн десе көз бар. Бет біткенің сұлу екен, ертең беті ашылғасын, қолынан шай ішесің, сонда талып қалып жүрме. Ой, сен де бір, қайдағы жайдағыны қозғай береді екенсің, әйел дұшпан деген осы ғой. Дұшпан болып сенің абыройыңды төккен жерім жоқ, айналайын. Жазира енді кергіді, о несі соншама, дұшпан деп. Аттың сыр иесіне мәлім деген, беті жылтыр ырғашы көрсен, бәрін ұмытатының өтірік пе? Байқа, ауру қалса да әдет қалмайды. Ертең сол әдетіңмен келініңе сұқтанып жүрме, ұят болады. Келін келісті бала, қайнымның аузының салым бар екен. Бұл әйел деген жұртты сынап мінеуге, қара есекке теріс мінгізуге құмар халық екенін білсең ғой. Қойдық, келін саған ұнаса болар. Сөзің жүрек жылтқандай екен, аузыңа май, астыңа тай, айтқаның келсін. Ормантай келіншегін арқасынан қағып, астына көпшік қоя сөйлеп,
бық суға айналған шаланы сөндіріп құтылған. Содан бері әйелінің келінді көруге көз керек, айналайын, өз ай десе аузы, күн десе көзі, бар қыз бет біткеннің сұлуы деген сөзі бір сәт есінен шықпай қойды. Арсыз көңілдің желігі басылмаған асау аттай бұлқынды. Бұған дейін жігітшілік құрып, бет біткеннің сұлуы атанып, керден қаққан талай ұрғашыны топшасынан қақ құлатып, армансыз аймалап құшқан, мауқын басқан кездерін іші елжірей есіне алды. Есіне алды да, тап бір жаңағы келіні айтқандай ойланып қайтып. Сұлуда махаббат болмайды. Сұлуда махаббат болғанмен өмірлік жал бола алмайды, деп ыңылдады. Сұлулардың махаббатының талай ретін көрген Ормантай, сұлудың сауыры кеппес, жүйріктің бауыры кеппес деген рас-ау, деп ойлады. Және де осы бір ойы түскір қыртананын қыртып келіп, қылт етіп көрінген түз қояндай қос құлағын шошаңдатып мазасын алып тұрып алды. Біздің момақан тұқымға, әсіресе ғылым жолын қуған Беделбекке сұлулығынан гөрі жылуы мол әйел алғаны жақсы еді ғой, деп ойын шегеледі. Одан соң, қойш, өздері жарасып кетсе болар. Менікі қараптан қарап не уайым, деп өзін-өзі тоқтамға шақырды. Той жабдығын дайындайым деп мұрыннан шаншылды. Айда шапқа салынып, ақ тер, көк тері шығып, бет ашар болар күнге де жетті ақыры. Бүгінде 5 баласы 5 ауыл болған Қарабатырдың сүткенжесінің үйлену тойына жиналған адамның көпшілігі сонша, тіпті олар аумағы ат шаптырым аулаға сыймай, жартысы көшеге шығып кетті. Ал тойдың түсімінде тіпті есеп жоқ. Есепшіл кезекеңдер күні ертең балаларының оқуға түсіретінін ойлады ма, болмаса Қарабатыр әулетінің беделінің шарықтағаны сонша, дүние мүлік те ақша да Беделбектің тойына аста төк құйылып жатты. Әсіресе әлгі бидик-мидик, түрлі түсті теледидар, кілем, алаша дегендердің тау-тау болып үйіліп қалды. Оны көрген Ормантайдың көңілі шалаға болып шалықтады. Тойдың үлкен отбасында ырыс пен береке әкелгеніне, жанына жан, малына мал қосқанына іштей шүкіршілік етіп, тоқ бейілмен бұл жадырап сала берді. Осы кезде ал халайық беташарды бастаймыз, ортадан орын дайындаңыздар, деп саңғылдаған әйгілі айтыс ақыны Серіктің даусы естілді. Той дастарханынан етке мелдектей тойып шығып, топ-топ болып тістерін шықып, гүгу әңгіме соққандар жойқын судан ағысқан сеңдей ортан аша бастады. Басына төлдіріп, шашақты орамал салған жас келінді жеңгелері қос қолтығынан демеп, ортаға алып шықты. Шашақты орамалдың бір ұшына таяқ байлап алған Ормантайдың үлкені, биыл орта мектеп тәмамдайтын Айбегі. Үлкен іске дайындалған бала бүркіттей қутың етеді. Іле-шала келіншегі Жазирада көрінді. Қолында үлкен тегеш. Онысын жас келінге қарата жаңағы орындықтың қасына қойыпты. Қарама-қарсы қойылған орындыққа жайғасып, ақ домбырасын қолға алып, құлақ күйін келтіре бастаған жырау Серіктің алдына алып келді. Дауысы ашық Серік аш-шайқайға бір басып алып, беташарды бастап жіберді. Жас келінге үйде, түзде, от басында, жақын жұрағаттар ортасында өзін қалай ұстау керек екендігін айтып, біраз ақыл үйретті. Әруақтарға арнап алғашқы сәлемді де салғызды. Одан соң бірыңғай сәлем салу рәсімі басталды. Атасы Қарабатырға, енесі Ақлимаға сәлем. Одан соң қайнағалар, абысын ажындар, қайнылар сатылай қуалап кете барды. Ат аталғандар ортаға көктегешке бірінен соң бірі келіп, еңкейіп, көк ала қағазды толтыра бастады. Беташардың өзі 1 сағаттай уақыт алды. Ормантай жас келіннің айдидарын көріп, оған ақ тілегін айтқанша дегбірсіздене бастады. Ақыры жырау Серік өзіне бір сәлем жасатқызып, келіннің бетін ашты. Әйелі Жазираның ай десе аузы, күн десе көзі бар деп, күні түні қаңқылдап аузының су құрып жүрген жас келіннің айдай жүзі жарқ ете қалғанда, алдыңғы қатарда тұрған Ормантай шалқасынан сүй жаздады.
Түні бойы ащы судың зардабынан ыңылдап тұрған басынан оспадарсыз біреу қатты шертіп жіберіп, түйе тұқымдап алғандай дың ете қалды. Астапыралла, мынау баяғы сылқым ғой, бұл мұнда қалай келген құдайым-ау, деп басын қос қолмен уыстай ұстап көріледі. Аузы әнтек ашыла алатын, алтын тістері жарқылдай күлім қаққан жас келін ештеңемен де, ешкіммен де шаруасы жоқ, бұл өмірге риза, төрт құбыласы түгел жандай күлмен етеді. Жас келіннің жанары Ормантаймен тоғысып қалғанда да сыр бермеді. Бұл бұрын Ормантаймен төсектес болмағандай, мұны тіптен ұмытқандай, киіктің бейкүнә лағындай сүйкімді жүзінен сайқал күлкіні жүгірте, мөлдір жанарымен сыпайы сүйкеп өтті. Сұрқия пиғылды жәдігөй жанарлар, келсең кел, әуселіңді көрейін деп тұрғандай. Ормантай арамас көргендей тыжыранды. Әдемісін-ай, сайқалдың, көктемнің жаңа ғана бір шашқан қызғалтағындай қылпыруын қарашы. Ақсайтанның ішіңде ит өліп жатса да сыр бермессің сен салдақа. Ормантайдың іші әлем-жәлем, жүзі күйіп бара жатқандай тұра алмады. Өз қолын өзі кесе алмастай пұшайман күй кешкен жігіт ағасының ойы астан-кестең. Бейне біреу суық суды төбесінен төңкере салғандай, қолын сумаңдатып, қойнына мұп-мұздай қара шұбар жылан салып жібергендей денесі тітіркенді. Бір сұрқия сойқан біздің оттың басына келген екен, Құдай ақырын берсін деп ұнжырға түсіп, күйіп пісіп, бас әңкі-таңкі болған Ормантай сылып шетке шығып кетті. Қазан ошақ басында қарбаласып жүргендерге келді. Сол жерде орыстың ащы суын алдыртып, бір бөтелкені кесеге мөлтілдете құйғызып тартып жіберді. Көресіңді көрмей, көрге түспейсің деген осы екен-ау, деп көкірегі қарс айырыла күрсінді. Көз алдына осы келінмен төсектес болған кезі елестеді. Облыстық жол жөндеу басқармасының білдей бас инженері Ормантай өткен жылдың жазында Астана асып, жолшылардың республикалық семинарына қатысып қайтқан. Жиналысқа қатысушылар 3 күн сауық сайран құрды. Ішті жеді. Елге ертең қайтамыз деген күні Ормантайды елге елік атпай босқа қайтамыз ба деген желік буды. Іздегенге сұраған, әлгі Шымкенттен келген қыз қырқынның жауы Қыздарбек те керекті телефон нөмірін айта қоймасы бар ма? Сол нөмірді теруі мұң екен. Дәл өзін 2 көзі 4 көз болып күтіп отырғандай, арғы жақтан бір дауыс: «Валя слушает, вашим услугам», деп ет жүректі ел жүректе сызылды. Сүп-сүйкімді даусыңнан сенің айналдым. Бұл шаруасын айтты. Ол бағасын айтты. Төсегін алтынмен аптап, күміспен күптеп тастағандай, бағасы да уда екен, және теңге демейді, доллар дейді. Доллар соққыр Ормантай бәлденген жоқ. Келісті. Қайда кетпей жатқан ақша. Ақша адамға қызмет істеу керек. Сызылманның мекен жайын қойын кітапшасына түртіп алып, тартып кетті. Үйде, пәтерді де тапты. Есікті орта бойлы сымға тартқандай келісті де көркем аққұба өңді бой жеткен ашты. Бұл атын айтты Ормантай. «Валя», деді бой жеткен, «төрлетіңіз, қысылмаңыз, ақша сізден».